Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге адам ағзасына өте пайдалы қазақтың ұлттық тағамы тарыдан майсөк дайындаймыз. Ең алдымен бізге керегі тарыны міндетті түрде жақсылап жуып алыңыздар 5-6 рет. Одан соң сары май, қолдың сары майы болса дәмді болады, және де сүт, менде сүт нәтиженің сүті. Дәміне қарай қант қосасыздар. Алдымен тарымызды осындай ыдысымызға салып, яғни кастрөлге салып, асты орташа отта суды жартысына құямыз. Тарының жартысы болу керек, тарыдан асып кетпеуі керек. Міне осылай жартылай болады. Мына көріп тұрсыздар, тарыдан асып тұрған жоқ суы. Қайнап шыққанын күтеміз. Біздің суымыз қайнап, осылай тартыла бастайды. Шамалы араластырып тұрамыз. Қайнап шыққаннан соң асты өте баяу отта бетін жауып суы тартылғанша пісіріп аламыз. Неге суы тартылып шықты, енді сүтімізді тарыдан шамалы ғана асырып құямыз. Сүтті көп құйып қоймаңыздар, шамалы ғана тарыдан асып тұрса жеткілікті. Неге қайнап шығады, асты өте баяу отқа қоямыз қайнап шыққаннан соң. Бетін жауып, сүтіміз тартылғанша пісіріп аламыз. Арасында осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Мінекей сүтіміз тартыла бастады. Яғни тарының пісуі тез болады. Тез піседі, яғни біздің тарымыз. Араластырып отырамыз осылай. Сүтіміз жақсылап тартылғаннан соң дәміне қарай қантты қосамыз. Қантымыз еріп шыққаннан соң біздің сары майымызды саламыз. Сары май ерігенше араластырамыз. Мінекей біздің тарымыз дайын болды. Ыстық күйінде де ұсынсаңыздар болады. Немесе кез келген формаға салып, холодильникке 1 сағатқа қойып қойсаңыздар, өзінің осындай әдемі формасын ұстайды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және де біздің ағзамызға да пайдалы болып келеді. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Астарыңыз дәмді болсын.